Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Жақсы ма? Балалар, бүгін мен сендерге керемет ертегі айтып беремін. Ертегім екі туған бауыр Мейір мен Мади жайында. Ертеде егіншілікпен айналысатын екі бауыр өмір сүріпті. Үлкені Мади үйленген, балалы шағалы болса, кішісі Мейір бойдағы екен. Бірақ олар бұл жағдайларына қарамастан екеуі егінді өзара тең бөліседі екен. Күндердің күнінде кішісі Мейір ойланып келе жатады. Осы мен не істеп жүрмін? Ағам болса үйленген, балалы шағалы, әйелі бар, оларға көп азық керек қой. Мен оны егінді ортасынан тең бөліп жүргенім дұрыс емес, деп өзінің ішінен шешім қабылдап, күнде кешке қарай бір қап дәнді алып ағасының қамбасына апарып төгіп кетеді екен. Осылай күндер жалғасады. Осы күндері де ағасы Мади ойланады. Осы мен не істеп жүрмін? Інім болса бойдақ, ол болашағын жасап, жағдайын жасау үшін көбірек азық керек қой. Теңдей бөлісіп жүргенім болмайды. Менің сүйенетін әйелім, бала шағаларым бар. Олар маған жәрдемдеседі ғой, деп інісінің қамбасына ол да күніне бір қап дәннен төгіп кетіп отырады екен. Осылайша бірнеше күндер өтеді. Бірақ екі бауыр өзінің қамбаларындағы егіндерінің мүлдем азаймағандығын байқайды. Солай бір күні кешке қарай екеуі қамбаларындағы дәндерін тексеріп, бір-бір қаптан алып жолға шығады. Кенеттен түн ортасында екеуі кезігіп қалады. Олар жағдайды бірден түсінген, қолдарындағы қаптарын тастай сала, көздеріне жас алып құшақтаса кетеді. Мінекей балалар, кеңпейілділік дегеніміз хош иісті әтірдің ыдысындай. Ол ішіндегі барлық хош иісін адамдарға сыйлап, бос қалса да, өз жағымды иісінен ешқашан айырылмайды. Балалар, сендер де өздеріңнің бауырларыңа, достарыңа, ата-аналарыңа әрқашан жәрдемдесіп жүріңдер, әрдайым көмектесіп жүріңдер. Кең болсаң, кем болмайсың деген. Сондықтан әрқашан кеңпейіл болыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар.